адам баласының тапқан табысы ипотека төлеуге, және несие төлеуге, және де ішіп жеуінен арылмайтын болса, енді оның еңбегі экономикалық даму процесінің құлдырауы деп есептеймін енді. Енді тапқан табысың өзіңнен арылмаса, жинақ жинай алмасаң, жинақ жинай алмаған былай тұрсын, сол тапқан табысың сол ипотекаңа жетсе, кредитіңе жетсе, ішіп жеуіңе жетсе, қуанатын заман болды ғой қазір. Енді мына бағытымен қайдан білейін енді. Жастардың болашағына алаңдайсың. Жастардың болашағы не болады? Не болса да енді еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, бас аман болсын, болашақты көре жатармыз. Аман болайық дейік.